Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода ең қауіпті су жануарларының бірі медуза туралы мәліметтерді ұсынамыз. Егер де сізді бұл тақырып қызықтырса, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Сонымен қатар каналға тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше бастайық. Медузалар жердегі ең ежелгі жануарлардың бірі. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, олар бұдан 600 миллион жылдай бұрын пайда болған. Олардың ішінде мүлдем зиянсыз және өлімге әкелетін, адамды бір рет түрту арқылы өлтіруге қабілетті түрлері де бар. Олар тек тұзды суда ғана емес, тұщы суда да кездеседі. Бірақ тұщы судағы барлық медузалар мүлдем зиянсыз болып келеді. Бұл тіршілік иелерінің денесі 95% судан тұрады. Алайда олардың миы, жүрегі, қаны және сүйегі болмайды. Олардың кейбір түрлері 10 километрден астам тереңдікте өмір сүреді. Бұл оларды зерттеуді қиындатады. Медузалар жыныстық жолмен көбейеді. Аталық медуза ұрықтар өндірсе, аналық медузалар жұмыртқа өндіреді. Аталық медуза аталық ұрықтарды суға шашып, бұл ұрықтар сумен бірге аналық медузаның аузына кіріп, оның ішіндегі жұмыртқаны ұрықтандырады. Эмбрион медузаның ішінде немесе олардың ауыздарының жанындағы камераларында дернәсілге айналады. Дернәсілдер полиптерге айналып, олар жыныссыз жолмен бүршіктер немесе көпіршіктер түзеді. Осы полиптердің әрқайсысы әрі қарай ересек медузаға айналады. Медузалар кішкентай балықтармен, планктондармен, шаяндармен қоректенеді. Көп жағдайларда суда жүзіп жүрген осы жануарларды қолдарымен ұстап, ауыздарына салады. Сонымен қатар олар үлкен балықтарды ұстау үшін өздерінің шағатын жасушаларынан у шығарып, оларды өлтіреді. Олардың сыртқы қалың қабаты мезоглея деп аталады. Медузаның басты жауы су тасбақасы болып табылады. Қорқынышты түріне қарамастан, бұл тасбақалар көп жағдайда медузамен қоректенеді. Тасбақалар күн сайын көп мөлшерде тамақ жейді. Бұл олардың өмір сүру деңгейін 6-7 есе асырады. Сонымен қатар, ғалымдардың зерттеуі бойынша, тасбақалардың асқазанынан балықтар мен шаяндар да көп кездесті. Олар тамақ іздеу үшін үлкен қашықтықты өте алады. Бұл жорғалаушы бүкіл әлемдегі ең жылдам жорғалаушы болып саналады. Ол шамамен 35 км/сағат жылдамдыққа жете алады. Мұндай рекорд Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Денесінің қарапайым құрылымына қарамастан, кейбір медузалар көру қабілетіне ие. Мысалы, кубо медузалардың 24 көзі болады. Оның екеуі түстерді ажырата алады. Сонымен қатар 360 градуста көре алады. Медузалардың көлемі әртүрлі болады. Кейбір медузалардың кішкентай болғаны соншалық, оларды суда көру мүмкін емес. Ал әлемдегі ең ұзын медуза арыстанның жалы деп аталады. Оның қармауышының ұзындығы 37 метрге дейін барады. Салмағы мен диаметрі бойынша әлемдегі ең үлкен медуза Номура медузасы деп аталады. Оның басының диаметрі 2 метрге жетсе, салмағы 200 килограммға дейін барады. Нутрикула медузасы жер бетіндегі жалғыз нағыз өлмейтін тіршілік иесі. Оның өмірлік циклі аяқталғаннан кейін, ол су түбіне батып, қайтадан полипке айналады. Содан кейін қайтадан медузаға айналады. Табиғи жаулар болмаса, бұл медузалар барлық мұхиттарды толтыратын еді. Көптеген улы медузаның шағу жасушалары медузаны жағаға шығарып, кептіріп, бірнеше ай бойы сол жерде жатса да, шағу қабілетін сақтайды. Сондықтан да абай болғанымыз жөн.
Міне достар, бүгінгі видео өз мәресіне жетті. Егер де сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал қазірше сау болыңыздар.